Bir күні таңертең адамдар оянғанда мысықтардың жер бетінен жоғалып кеткенін аңғарды. Ешкім олардың қалай және не үшін жойылып кеткенін білмеді. Кеше ғана үйлерінде құйрықтарын бұлғаңдатып жүрген сүйкімді мысықтар енді жоқ. Көшелерде, үйлерде, базарларда бірде-бір мысық қалмаған. Кейін белгілі болғандай, мысықтардың жойылып кетуіне адамдардың өздері кінәлі еді. Көптеген жылдар бойы қоршаған ортаны ластау, химиялық қалдықтарды бақылаусыз пайдалану және генофонды өзгертуге тырысу мысықтардың табиғи иммунитетін әлсіреткен. Ақыры, белгісіз вирустың таралуы барлық мысықтардың жер бетінен жойылуына алып келді. Адамдар бұл вирусты тоқтатуға тырысқанымен тым кеш еді. Алғашында адамдар бұған аса мән бермеді. Әлдебір табиғи құбылыс болар деп ойлады. Бірақ уақыт өте келе, мысықтардың жоқтығы күнделікті өмірге үлкен өзгеріс әкелді. Ең алдымен тышқандар мен егеу құйрықтар еселеп көбейіп, үйлерге, қоймаларға лап берді. Бұрынғыдай аңдып жүріп ұстайтын ешкім болмаған соң, кеміргіштер азық-түлік қорларын бүлдіріп, кітаптарды кеміріп, ғимараттардың сымдарын үзетін болды. Күндердің күнінде бір қалада жұртшылық шу көтерді. Көшеде кетіп бара жатқан адамдар аяқ астынан үркіп, айқайлап қаша бастады. Себебі алып қаптаған егеу құйрықтар тобы дүкендерді, асханаларды басып алып, тамақты жеп, қалаға қауіп төндіре бастады. Адамдар егеу құйрықтармен күресу үшін түрлі амалдар ойлап тапты. Олар у сеуіп көрді, қақпан құрды, бірақ кеміргіштердің саны күннен күнге арта берді. Бірақ тек тышқандар мен егеу құйрықтар емес, адамдардың жүрегінде басқа бір бос орын пайда болды. Мысықтардың мияулауы естілмейтін үйлер көңілсіз болып кетті. Қанша адам өздерінің сүйікті мысықтарын аңсады. Таңертең жылы денесін сипап, еркелететін мақұлықтардың жоқтығы қатты сезілді. Мысықтар тек кеміргіштерді аулаушы ғана емес, адамның адал серігі, үйдің жылуы, жан тыныштығы екенін енді бәрі түсінді. Мысықтарсыз әлемде адамдардың мінезі де өзгерді. Жан-жануарларды бағалай білмейтіндер олардың орнын басатын ешкім жоқ екенін түсіне бастады. Бұрын мысықтарды жақтырмайтындар да енді оларды сағынды. Дүние бір түрлі сұрғылт, көңілсіз күйге енді. Балаларға ұйықтар алдында ертегідегі мысықтарды ғана айтып беретін болды. Мысықтардың жып-жылы жүніне маңдайын тигізіп, олардың ыстық демін сезінетін сәттер тек естелікке айналды. Кейбір адамдар мысықтарды қайтарудың тылсым жолдарын іздей бастады. Олар ескі аңыздар мен мифтерге жүгінді. Ежелгі жазбалардан мысықтар туралы құпия мәліметтер іздеп, оларды басқа әлемнен қайта шақыруға әрекеттенді. Бірақ бәрі нәтижесіз еді. Мысықтар адамдардың жанында өмір сүргенімен, олардың табиғаты адамзатқа толық түсінікті болмағанын енді ғана түсіне бастады. Ауылдарда егін шаруашылығы да құлдырай бастады. Бұрын мысықтар қорғап жүрген астық қоймаларын егеу құйрықтар қиратып, жұқпалы аурулар тарала бастады. Ғалымдар бұл мәселемен күресудің сан түрлі жолдарын ұсынды, алайда табиғаттың тепе-теңдігі бір жола бұзылған еді. Мысықтарсыз әлемде экожүйе үлкен өзгерістерге ұшырады. Кейбір зиянкестер тым көбейіп, құстардың ұяларын бұза бастады. Бұл өз кезегінде басқа жануарлардың да азаюына келді. Кенеттен адамзат табиғаттағы әрбір тіршілік иесінің өз орны бар екенін кеш түсінді. Адамдар жылдар бойы оларды қайтарудың амалын іздеді. Ғалымдар зертханаларда мысықтарды қайта жасауға тырысты. Бірақ табиғат өз заңын білетін еді. Мысықтарды қайтару мүмкін болмады. Жер бетінен олардың толық жойылғаны анықталды. Мысықтардың жоғалуы тек экологиялық дағдарыс әкелген жоқ, адамдардың рухани әлемі де өзгерді. Көптеген адамдар күйзеліске ұшырап, өмірдің қуанышы азайғандай болды. Мысықтарды жақсы көретіндер олардың сипағанда жан тыныштығы беретін ерекше қасиетін аңсады. Дәрігерлер мен психологтар мысықтардың адамдарға тигізетін оң әсерін енді түсіне бастады, бірақ кеш еді. Адамзат мысықтардың жоғалуынан үлкен сабақ алды. Бірақ бәрі кеш еді. Мысықтардың орнын ешкім баса алмады, ал әлем бұрынғыдай мейірімді әрі жайлы болудан қалды. Енді тек адамдар ғана қалған, бірақ олар бұрынғыдай бақытты емес еді.